Достар, шағымданып жүріп, бүкіл өмірлеріңіз көз алдарыңыздан өтіп кетпесін. Кеше ғана 23 жастағы жап-жас жігіт оңтүстік Кореядан 20 миллион теңге тұратын Hyundai Santa Fe 2023 жылғы автокөлікті тапсырыс беріп мініп кетті. Бұл әңгіме не үшін айтып жатырмын? Қазір біздің елімізде шағымданатын адамдар өте көп. Біреуден көмек күтеді, үкіметтен көмек күтеді. Біздің еліміз артта, мүмкін емес деп, мына миларында бір шектеу бар. Көбінесе үлкен кісілерде сондай шектеу. Ал кешегі 23 жастағы жігіттің әңгімесін тыңдасаң, немен айналысасың деп жай ғана сұрақ қойдық. Брата, не бар, барлығымен айналысам деді. Жұмыстан тыс уақытта мен доставкада, таксиде бәрін ұрам деді. Менің арманым осы автокөлікке қол жеткізу керек еді, соған қол жеткіздім деді. Енді келесі армандарыма әрекет жасаймын деді. Ал біздің елімізде көбісі шағымданады, ананы айтады, мынаны айтады, әйтеуір өз-өзін ақтап алуды ойлайды. Достар, қазіргі заманда мүмкін емес ештеңе жоқ. Бір күннің ішінде миллионер болып кетуге болады. Барлық нәрсе өзіңе байланысты. Әрекет жасайсың, берекетін аласың, мақсатыңа жетесің. Ал егерде шағымданатын болсаң, ештеңе де шықпайды. Солай өмірің толықтай өтіп кетеді.